Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 6 ақпанға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгін жұлдыздар тоқтыларға жұмыста немесе компьютер алдында отыруға емес, ерте ұйықтауға кеңес береді. Мұңаймаңыз, достарыңызды немесе көршілеріңізді түскі асқа шақырыңыз және шын жүректен күлімдеңіз. Жоғары көтеріле отырып, өмірден ләззат алғыңыз келсе, ойлануға зиянын тигізбейді. Байыпты болуыңыз керек. Өз буыңызды біреуге лақтыруға асық болмаңыз, дұрыс болмайды. Егер сіз жаман нәрсе жасағыңыз келсе, жердің дөңгелек екенін ұмытпаңыз. Бүгінгі күні егіздер өсекпен біреудің әрекетін сынамау керек. Айналаңызға қарап, айналаңыздағы табиғаттан ләззат алыңыз. Жақсы көретіндеріңізді қызықтырыңыз. Тыныш жүрсең, әрі қарай ұзақ рахаттанып жүресің деген мақалды есіңізде сақтаңыз және асығыстық жасамаңыз. Бүгін дұшпандарыңызбен ойнаудан қорықпаңыз. Сәттілік сізде. Жұмыста жаңа қызметкерлер немесе жаңа ережелер болуы мүмкін. Егер сіз кеңестерді тыңдап жүрсеңіз, бұл күн жақсы өтеді. Бүгін сіз лотерея билетін сатып алу тәуекеліне бара алатын күн. Бикештер өмір тек жұмыспен ғана байланысты емес екенін есте ұстайтын уақыт келді. Сіздің үнсіздікке толы ойыныңыз жақындарыңызға зиян тигізуі мүмкін. Бүгін таразылар өз үйінің тазалығына көңіл бөле алады. Таразыларға бүгінгі күні өте қажет нәрсе достық, серіктестік. Қашықтықтан ешқандай сатып алулар жасамаңыз. Мысалы, интернет арқылы сіз нашар сатушыға тап бола аласыз, немесе өнім көрсетілгендей болмайды. Бүгінгі ұран жұмыс жаса және қайтадан жұмыс жаса. Демалыс туралы уақытша ұмытуға болады. Бүгін сіз өзіңіздің жаныңызды бейтаныс адамдарға ашпауыңыз керек. Дауыстап айтылған мергеннің идеясы басқалардан қолдау табады. Бүгін барлығы сізді тітіркендіретін кеңестермен бомбалайды. Өзенге 2 рет кіре алмайтыныңызды ұмытпаңыз және тынышталуға тырысыңыз. Тәуешкілер үшін өздерін қандай қызмет саласында көретіндерін түсінуге қолайлы күн. Үлкен сатып алулар үшін жақсы күн емес. Олар көп ұзамай сіздің көңіліңізді қалдыруы мүмкін. Жауапкершілікті өзіңізге алғыңыз келмей, жарты күнді өзіңізге сылтау іздеуге жұмсайсыз. Сіз балалық шаққа орала алмайсыз, бірақ бүгін оған құлап түсу үшін керемет күн. Қиын немесе түсініксіз жағдайға тап болған кезде сенетін адамыңыздан кеңес сұраңыз. Өмір балықтарды қалай бұрақсы келсе де, олар сиқырлы түрде бәрінен таза күйінде шығады. Бүгін балықтар асығыс қорытынды жасамай, одан да шарасыз әрекеттерді жасамай, жай ғана бақылаушы болу керек. Ақпанның 6-сына арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».